Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? 2-ші сыныптың қазақ тілі сабағы 45-ші сабақ. 30-ші жаттығудан 36-ші жаттығуға дейін бірге орындайық. Сабақтың тақырыбы хабарлы сөйлем. Сөйлем түрлерін анықтауды үйренесіңдер. 30-ші жаттығу мәтінді оқы дейді. Біздің сынып хайванаттар бағына баруды ұйғарды. Сол үшін сенбі күні сағат 10-да мектептің алдына жиналдық. Осы кезде мұғалім өзінің ұялы телефонына хабарлама келгенін айтып, оны бізге оқып берді. Қалалық сенбілік болуына байланысты бүгін хайванаттар бағы жұмыс істемейді. Әкімшілік. Біз жоспарымызды кейінге қалдырдық. Мәтіннен хабарламаны тауып, көшіріп жаз дейді. Хабарламаның мәтіннен өзгешелігін тауып көрді. Бұл жерде хабарлама қалалық сенбілік болуына байланысты бүгін хайванаттар бағы жұмыс істемейді. Әкімшілік деген сөйлем. Мәтінге қарағанда хабарламаның көлемі қысқа, шағын болады. Хабарламада нақты бір ақпарат туралы ғана айтылады. Яғни бұл жерде біздер мәтін мен хабарламаны қалай айырып аламыз, соған байланысты берілген мәлімет екен. Бұл жерде хабарламамыз шағын, ал мәтініміз біздің үлкен, бірнеше сөйлемнен мазмұны болады. Келесі жаттығу бізде 34-ші жаттығу. Хабарламаларды оқы, оларда не туралы айтылған. Шолпан туған күніңмен құттықтаймын, Әсел. Ертең сағат 12-де әуежайдан күтіп ал. 20 қаңтарда күтіп ал. 2-ші пойыз, 8-ші вагон жанат дейді. Хабарламадағы сөз санына назар аудар дейді. Бұл жерде хабарлама күтіп алу жөнінде айтылған екен. Яғни 2-ші, 3-ші жадыда күтіп алу керектігі туралы айтылған екен. Келесі жаттығу бізде 35-ші жаттығу. Бізде мәтінді оқы, онда неше сөйлем бар, оны қалай анықтадың дейді. Біздің мектебіміз орталықта, мектептің сынып бөлмелері кең, жарық, терезелері үлкен. Менің сыныбым 2-ші қабатта. Біздің сыныптың оқушылары әдепті. Яғни бұл жерде бас әріппен нүкте қойылмаған екен, соларды орындарына қойып жазып қойдық. Мәтінде сөйлемнің қай түрі берілгенін айт дейді. Мәтіндегі сөйлемдер бізде хабарлы сөйлемдер, сөйлем соңына нүкте қойылған себебі. Әр сөйлемнен кейін тиісті тыныс белгісін қойып, мәтінді көшіріп жаз дейді. Мәтінге ат қойып, мәтінге біздің сынып деп қойдық, және мәтінді тыныс белгілерін қойып, келесі сөйлемдерді бас әріппен жазып қойдық. Осы үлгіге қарауларыңызға болады. Келесі жаттығу бізде берілген сөйлемді хабарлы сөйлем екенін дәлелде дейді. Біз көлге жақындадық. Алдымен тәжірибе жаса, алдымен сөйлемді бірнеше рет оқып көр. Әр сөз айтқан кезде дауыс күшін жоғарылап не бәсеңдегенін анықта дейді. Дауыс күші қай сөзді айтқанда бәсеңдеді. Зерттеу барысында хабарлы сөйлемнің соңында дауыс күшінің бәсеңдейтініне көзіңді жеткіздің дейді. Яғни бұл хабарлы сөйлем, себебі сөйлем соңына нүкте қойылған. Біз көлге жақындадық. Яғни бұл жерде дауыстың ырғағы, бәсеңдеуіне мұқият қараймыз екен. Яғни бүгінгі сабақта хабарлы сөйлем туралы айттық. Хабарлы сөйлем бізде көлем, яғни мәтінге қарағанда хабарлама бізде қысқа нұсқа болатын, шағын болатын туралы мәлімет алдық. Хабарлама мен мәтінді айыра білуіміз керек. Және де яғни хабарлы сөйлем бірдеңе жайын хабарлау мақсатында айтылады. Хабарлы сөйлем соңына нүкте қойылады. Оған бірнеше мысалдар келтіріп, сөйлемдерімізде қандай сөйлемнің түрі екенін анықтадыңыздар. Құрметті оқырмандар, сіздер каналымызға тіркеліп, өз көмектеріңізді беріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.